Сәлем. Бүгін біз сіздермен молочная девочка тортын жасайтын боламыз. Оған керек заттарымыз: сгущенка 3 желания, жұмыртқа, ерітілген 50 грамм сары май, 200 грамм ұн керек және қопсытқыш керек болады. Осыларды бәрін миксерлеп жақсылап араластырып аламыз. Алдымен жұмыртқа мен сгущенканы екеуін араластырып жақсылап миксерлеп аламыз. Миксер жоқ болса, қолыңыздағы венчикпен де бола береді. Енді еріп тұрған сары майымызды құйып жібереміз, тағы да араластырып аламыз. Онымен қопсытқышты екеуін кішкене араластырып аламыз. Содан кейін барып ана массамызға қосамыз. Бәрін біріктіріп, жақсылап араластырып болғаннан кейін пергамент бумагасына салып орналастырамыз. Мен өзіме керек форманы пергамент қағазына сызып алдым. Сіздер өздеріңізге керек форманы сызып алсаңыздар болады. Өстіп немесе формамен юбка жасап алсаңыздар да болады. Енді қызып тұрған пешімізге 180 градус пешімізде пісіріп аламыз корждарымызды. Менің корждарым міне әп-әдемі болып пісіп шықты. 7 корж шықты менде. Маған 700 грамм сливки мен 200 грамм сахарный пудра керек болды. Осы екеуін жақсылап миксерлеп аламыз. Кремді өстіп қоюлағанша өстіп миксерлеп аламыз. Одан кейін барып тортымызды сборка жасайтын боламыз. Мен тортты пергамент қағазына орнатамын. Осылай кішкене кремді жағып аламын да тортымызды бекітіп аламыз. Бірінші коржын бекітіп аламын. Енді корждарымызды жинағанда астын үстіне қаратып жинаймыз. Өйткені корждарымыздың беті кедір бұдырлары ана кремге отырады да тортымыз тегіс шығу үшін. Енді корждарымызды өстіп біткенше жинап шығамыз, әдемілеп. Содан кейін бізге 4 сағатқа пропиткаға қою керек болады, холодильникке.
Енді сыртын қаптау үшін маған 200 грамм сахарная пудра керек, 600 грамм творожный сыр керек болды. Осы екеуін жақсылап тексеріп бір келгі жасап аламыз. Кондитерлік мешоктың көмегімен мен кремді жағып шығамын торттың сырттарына. Сыртындағы артық кремді алып тастаймыз, өйткені алып тастамасақ креміміз жағылмайды. Менің видеом ұнаған болса, лайк басып тіркеліп алыңыздар. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін. Тортты осылай әдемілеп тегістеп алғаннан кейін қалауларыңызша өздеріңіз әрлейсіздер.